Кәне балалар. Балалар, мына тұрған қандай мамандық иесі? Аспазшы дұрыс айтасыңдар. Екінші дәрігер. Мамандық иесі? Мұғалім. Бүгінге дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Мына мамандық иесі? Дұрыс айтасыңдар. Мына қандай мамандық иесі? Сендердің мама папаларың әртүрлі қызмет жасайды, иә балалар? Кәне? Аяжан, сенің мама папаң қандай қызмет атқарады? Менің мамам мұғалім. Айша, сенің папаң қандай қызмет атқарады? Менің бабам көзтараш. Дұрыс айтасың, дұрыс. Бейбарыс, сенің мама папаң қандай жұмыс істейді? Менің папам мұғалім. Жарайсың. Медина, сенің папа мамаң қандай қызмет атқарады? Мұғалім, мамам мұғалім, папам да мұғалім. Менің мамам мұғалім. Асылым, сенің мамаң қандай жұмыс атқарады? Менің мамам дәрігер. Нұржігіт, сенің папаң қандай қызмет атқарады? Менің папам өтіндіргіз. Дұрыс, жарайсыңдар балалар. Тақтыға назар аударайықшы. Балалар, мына біздің Қазақстан елінің теңгелері екен, балалар? Сендердің мама папаларың қызмет істегенде осындай теңге алып сендерге жұмсайды, сендердің киімдеріңе жұмсайды екен осы теңгені, олай болса, не сендерің? Дұрыс айтасың. Олай болса, сиқырлы жол ойыны ойнағым келіп тұр, балалар? Мен сендермен сиқырлы жол ойыны ойнаймыз ба? Жарайсыңдар. Мен ойнағым келіп тұр. Келіңдер. Осылай тұрамыз. Мына жерге қатарлас тұрағанбыз. Балалар, мына текшені лақтыру арқылы біз сиқырлы жолмен банкоматқа барып ақша аламыз, кәне келе ғой асылым. Текшені лақтыру арқылы сандарды 5 саны, 5-терді басып өте ғой. Секір 5. Бауырсаққа не қосамыз? Сол керекті заттарды біз домалақтан сызамыз, қоршалаймыз, басталды. Басталды. Балалар, біз әжеге көмектесеміз, әже ұмытып қалыпты магазин дүкеннен не зат алатынын, Ал бауырсақ пісіру
үшін бізге не керек? Әже дүкеннен не алу керек екен? Қошалаймыз кәне, қошалаймыз. Қызамыз. Қошалаймыз. Қошала деу. Апай мен болдым. Қошаласын деу. Я болдым. Қошаласай бұлай. Әжеге не керек екен? Көмектесіңдер, аты не оны? Ал не? Қаттай. Дұрыс, жарайсың. Отырамын. Екі үш топқа қыздар. Кәне, келе ғой. Кел, Аслым келе, қорғаймын, кел. Аслым кел. Отыр, Мұхаммед. Аслым, әжеге көмектестіге, ал бауырсаққа қосу үшін не керек екен? Көрсет, қолмен көрсетемін. Ұмытпа сосын. Дұрыс айтасың. Сосын не керек тағы? Жарайсың. Отырамын. Балалар, мынау не? Дұрыс па? Жоқ, айтам, сен айтсың. Әмиян. Балалар, бұл әмиянды кімдер ұстайды? Балалар, мамалар не істейді ішіне? Ашып көрейік, е? Балалар, әмиян ішіне біз көптеген ақша бар, көзімде. Көптеген ақшалар жинайды екенбіз. Мынау неше теңгелік екен? 500 екен. 500 теңге. Мынау қанша теңгелік? 1000 екен, дұрыс айтасың. Мынау неше теңгелік? 2 жарайсыңдар балалар, біледі екенсіңдер, е? Дұрыс айтасыңдар, копейник. Балалар, копейникті не үшін қолданамыз? Ақшаны жинаймыз, е? Ақшаны жинап, не істейміз? Жиналған ақшаны не істейміз? Сен саламыз. Ол көп болып жиналасын не істейсің? Не істейсің, балалар? Қыдыруға, мамаларымен барады. Сен не істейсің жиналған ақшаны? Маманың туған күніне. Дұрыс, мамасының туған күніне жинап жатыр екен біздің Медина. Рахмет. Балалар, бүгін біз дүкенге бардық, е? Дүкенге Асым, сен не сатып алдың? Алма сатып алдың, е? Медина, дүкеннен не сатып алдың? Толғай. Мен doğaldım. Ayşe, sen qanday zat satib olding дүкеннен? Mama. Bigas, ne satib olding sen? Дүкеннен не сатып алдың? Машина. Нұржігіт, сен не істедің бүгін? Fotosun buldum. Рахмет балалар, бүгін сендер өте жақсы іс-әрекетімізге қатыстыңдар, е? Бүгін біз мамандық туралы білдік, және де біз ақшаны қалай үнемдеп жұмсау керектігін білдік, е біз? Я балалар, ақшаны үнемдеп жұмсауымыз керек, е? Мама папаларынан сендерге киім алып береді, тамақ алып береді, ойыншық алып береді, е? Осы ақшаны біз қалай жұмсау керек екендігін білдік, е балалар? Рахмет.